Сәлем достар, бүгін біз сіздермен түскі асқа немесе кешкі асқа дайындауға болатын осындай нәзік запеканканы дайындайтын боламыз. Бастамас бұрын менің каналымның дамуына үлес қосып, менің парақшама жазылып кетуіңізді сұраймын. Асқабағымызды ашып, осылай буға пісіріп алып, езіп, бір жұмыртқа және ұнды қосып, араластырып бір шетке қойып қойдым. Және осы кезде картошкамды ашып суға пісуге, оны да қойып қойдым газға. Бұны дайындап қойып, енді фарштың пиязын турауға кірістім. Қазір осылай турап болып, кішкене сұйық май құйып, құйрық майды салып, оны да араластырып жақсылап қуырып, фаршты салып, пиязды салып, дайын болғанша қуырып алдым. Бұлар дайын болам дегенше менің картошкам да пісті. Оны езіп пюре жасап алып, оған да 2 жұмыртқа қосып, укроп салып, зеленден ыдысыма жинауға кірістім. Кез келген жарапрочный ыдысқа жинай берсеңіздер болады. Менде осындай стеклянный ыдыс. Өте күшті шығады, согы өзінде болып. Енді бірінші слойға картопты, екінші слойға етті, үшінші слойға жаңағы тыквенный асқабақты основаны салып, қызып тұрған пешке 15-20 минутқа салып аламыз. Содан кейін алып, кішкене сырды бетіне қойып, осылай теркадан өткізіп, қайталап пешке бір 5 минутқа салып алсаңыздар болады. Осындай балалардың немесе үлкен кісілердің тістеріне жұмсақ, өте дәмді тамағымыз дайын болады. Сіздерге ас болсын.